Қазақтар, білесіңдер ме соғыс қалай басталады? Соғыс былай басталады. Қазақтар бір-бірісін қыра бастайды. Қалай ол қыра бастайды? Қазір мына проститутка погондарда бар, крысалар бар, арам тамақтар, ашқарақтар, түк көрмегендер, халықтың момындығымен, білімсіздігімен пайдаланып, ақкөңілдігімен пайдаланып, оларды қысып, түрмеге тығып жатыр қазір. Ол қалай? Мемлекеттегі адамдар отыр, күліп, жеңдер бір-бірлерін, біз ұрлай береміз деп. Халық ол мемлекетке заявление жасасам, сендердің милициялардың, прокурорлардың бізге қысым жасап отыр десе, сол мемлекеттегі адам сол полицейскийға, сол қысым жасап жатқан полицейскийларға, крысаларға, проституткаларға хат жібереді. Аналар не болып отыр деп. Сендерге не болып отыр ғой? Жалоба түсіп отыр ғой деп. Разберитесь. Ол қалай түсіндіруге болады? Былай олардың тілімен халықтың тіліне аударсақ былай болып отыр. Сендер ақша істесеңдер істеңдер. Бірақ неге ол чорттар бізге келіп әңгіме айтып отыр бізге? Так, бізге конверт дайындап қойыңдар, өздерінің ауыздарын жабыңдар деп. Сөйтіп хат жібереді. Былай расшифровка солай болады. Сонда халықтың терпениесі жарылып, МВД-де жақсы адамдар да бар, менттардың арасында. Менттар деген сөз. Полицейский емес, проститутка емес. Нормальный полицейскийлер бар. Сон анау жарылады да бір қазақ аяқ астынан. Сол проститутканы өлтіреді. Менттар келеді, ананы тағы қысым жасайды. Онымен атыс басталады. Анаған тағы да халықтар көп қой қысым. Уже бітті, терпения нету, Кувшин уже полный трескается. Кувшин терпения трескается. Халық былай да орап ұстап отыр оны. Шыдай, Қытай жеп қояды, қырылсақ, орыс жеп қояды деп. Бәрібір оны қысып жатыр, қыңқылдырып отыр, сорып отыр, баласын зорлап отыр, өлтіріп отыр, құрбандыққа шалып отыр. Кішкентай 4 жастағы баласын зорлап сатып жатыр менттар, депутаттар. Бәрі емес, енді бар ондай адамдар. Сол үшін, ондай болмау үшін, менттар крысаларды, проститутка погондарды қырау керек, жеу керек, өртеу керек тірдей. Оны істемесе, халық өзі тұрады да, уже сен проститутка погондағы проституткасын ба, крысасын ба, менсің ба, уже разборка болмайды. Уже крышасы кетсе, бітті, қырылыс басталады. Сон барып үстінен Қытай или орыс келеді, басы салады. Сол үшін менттар приказ берді деп өтірік сылтау іздемеңдер. Приказ бывает преступный. Заң білсеңдер, ол заңсыз деп айтуға болады. Егер де түсінсеңдер, что сендерді басып тастайды бастықтар, сразу заңсыз деп атып тастаңдар сол бастықты. Сонда ғана бізде бірдеме болады. Наоборот, халыққа көмектесіңдер, халықты қорғаңдар. Сонда бастарын бірігеді. Сонда ғана мемлекет мықты болады. Білімге жақындандар. Соның мемлекеті. Сонан кейін ондай крысалар, проституткалар заң бойынша жала жауып, халыққа жала жауы үшін қандай статья? 470 статья. Ол бір. Екіншіден, сепаратизм деген статьямен соттауға болады оларды. Неге? Халықты мемлекетке қарсы қоятын адамдар солар. Сол кезде ғана бізде сондай полицейскийларға бәріне зарплатаны көтеру керек. 500 мың деген болмайды. Жоқ дегенде 1-2 миллион болу керек теңге. То есть 3 мың, 4 мың доллар. Жоқ, ең азы. Сонан кейін 50%, 70% сокращениеға өткізу керек.
чисто квалифицированный специалисттер отыру керек. Армияға 18 жастан алмау керек. Балаларды оқытып, содан кейін 25 жаста, 27 жасында специалисттарды армияға алу керек. Сонда ғана бізде бірдеме болады. Тегін оқыту керек, тегін медицина болу керек балаларға. Сонда сендер айта аласыңдар, халық, сендер долженсыңдар служить деп. А ол не үшін сен служить дейді? Қорлаған үшін ба? Баласын зорлаған үшін ба? Шешесін, әке шешесі далада қаңғырып ақша іздеп жүрген ба? Или 4 жұмыста істеп жүрген әке шешесін сол үшін қарыз ба? Ол не үшін саған қарыз болады? Егер де сен өзің пайдалан беріп, ниетімен салған үйлердің түрлеріне қараңдар. Гос деп шашылып жатыр. Бәрін ұрлап жатыр. Сол үшін ең бірінші ондай болмау үшін мемлекеттегі адамдар служба безопасности болу керек. Халықтан түскен қағаз ана қорлаған, зорлаған адамға жалоба жасамау керек. Ана сендер жақтан келді, ана саған жалоба жасап отыр деп. Олардың өзінің мемлекеті, Ақорданың өзінде өздерінің спецслужбалары болу керек. Сразу ол қатталып, ана қорлаған, зорлаған адамдарға үстінен қарау керек 3 айдай. Шын ба, өтірік па, дело көтеру керек оларға. Статьямен соттап, мүлкінің, үйін, ішін бәрін алып, қасындағы служактарға шейін бәрін сослужителермен тексеру керек бәрін. Сонда ғана бізде порядок болады. А мынау өтірік, жала жау, халықты тонау ол болмайды. Халықтар бірігіңдер. Бізге өтірік айтып отыр. 100-100-ге бөлдіңдер, руларға бөлдіңдер деп. Рухымызды құрту үшін сөйтіп айтып отыр. Наоборот, 100-100-ге бөлініп, 100 руға бөлініп, әр ру өз намысы болу керек. Ол біріктіріп отыр. Рушылық бір-бірісіне мықты болсын деп. Сонда бәрі рулар 100-ге қосылып, армиядағы сықылды ғой, полк, подразделение дегендей. Каждый свою операцию должен выделять. Совет старейшин болу керек әр руда. Біреудің отбасына кір келтірмеу керек. Әйелін бұзбау керек, жігітін бұзбау керек, күйеуін. Қарындасын бұзбау керек. Абыройын сақтату керек, рухы мықты болсын деп.